Ертеде түгі жоқ кедей бір еркек болыпты. Қолында малы да жоқ, шейтін наны да жоқ екен. Бір күні ол басын көкке көтеріп, «О жаратқан, маған да бір бақ бер, маған да бір жол аш» деп жалбарынады. Жаратушы оның үнін естіп, «Мен саған дүние де берем, дәулет те берем, адал жар да берем, бірақ бағалай біл» дейді. Сөйтіп еркектің өмірі әп-сәтте өзгеріп сала береді. Үйі толған мал, қоймасы толған астық, жанында ақылды, сабырлы, сұлу жары болады. Әйелі оны құрметтеп, ақылын айтып, байлығын ұқыптап, ұстап отырады. Бірақ еркектің жүрегіне бір күні тәкаппарлық ұялайды. Бұл байлықты өз еңбегіммен де таба аламын, мына әйелді де менсінбеймін. Өзіме лайықтырақ табам, өз бағыма өзім жетемін деп ойлайды. Ол әйелінің ақылын тыңдамай, өз бағыма жетем деп жолға шығады. Алдымен байлығын шашады, кейін достарынан, кейін денсаулығы мен абыройынан айырылады. Оның артынан адал жары көп іздейді. Бірақ еркек өз-өзін жоғалтып алған еді. Соңында шылыңыш күйде, арман қуып, адасқан күйде жерге отыра кетеді. Сонда ғана оның есіне Алланың ескертуі түседі. «Мен саған бәрін бердім, тек бағалай біл». Осы сөздерді еске алған еркек көзін жасқа толтырып, «Иә, мен бағымды өз қолыммен өшіріппін» дейді. Есін жиып ол қайтып оралғанда үйі бос, байлығы жоқ, әйелі де кеткен екен. Сол кезде ол шын ұғады. Байлық бергенде емес, бағалағанда ұсталатынын, бақыт адамның қолында емес, жүрегінде сақталатынын. Әрине, ол ертек болуы, аңыз болуы мүмкін. Бірақ ол бір ақиқатты айтады. Адамға берілген бақ міндетті түрде мәңгі тұратын нәрсе емес. Бағаламасаң, ол үнсіз кетеді. Кейде біз қолымыздағы жақсылықты көрмей, алыстан артық бір нәрсе іздейміз. Ал шын бақыт өз маңымызда, үнсіз күтіп тұрған адал жанда. Қолыңыздағы несібеде күнделікті қарапайым тыныштықта екенін ескере бермейміз. Құдайдың берген сыйы ақылды жар, тыныш үй, адал несібе өзі келсе, оны сақтау үшін көңіл, құрмет, шүкір керек. Бақ көбіне адам іздеп жүрген жерде емес, адам сырт айналған жерде қалады. Сондықтан адам ең алдымен өзі барын бағалай білсе, жоғалтпайды. Жоғалтқан соң ғана түсінетінді адам ертерек көре білгені дұрыс. Қысқасы, бақыт табылмайды, ол танылады. Таныған адамда ғана ол мәңгілікке тұрақтап қалады.